Армысыздар, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен Нұр-Сұлтан қаласы Ахмет Байтұрсынұлы 47-10 мекен-жайы бойынша орналасқан Астана Сәні 2 тұрғын үй кешеніне шолу жасайтын боламыз. Жүріңіздер, бәріміз бірге тамашалайық. Достар, біз қазір сіздермен Астана Сәні 2 тұрғын үй кешенінің балалар ойын алаңындамыз. Айта кетер жайт, балалар ойын алаңында пандустың жоғар жағында орналасқан, яғни астында паркинг бар. Осы уақытқа дейін біраз тұрғын үй кешендерін көріп байқап жүрмін, бірақ дәл осындай үлкен ойын алаңын шынында да алғашқы рет көруім деп айтсам болады. Жақын маңда бұл жерде қосымша футбол алаңы орналасатын болады. Балалар ойын алаңы қауіпсіз, себебі пандуста тұр. Қосымша тәуліктік бұл жерде бейне бақылау камералары орнатылған. Бәріміз барып паркингті бірге тамашалайық, жүріңіздер. Достар, біз қазір сіздермен бірге Астана Сәні 2 тұрғын үй кешенінің жер асты көлік тұрағындамыз. Бұл жерде жалпы 150 көлік тұрағы қарастырылған. Бір көлік тұрағының бағасы 1 миллион теңге. Енді қазір сіздермен бірге барып пәтерлердің әрленуін тамашалайық, жүріңіздер. Достар, қыстың қақаған суығынан кейін паркингтен далаға шығып үйге барудың қажет жоқ. Тікелей лифт арқылы көтерілсеңіздер болады. Достар, біз қазір сіздермен Астана Сәні 2 тұрғын үй кешенінің пәтерін тамашалайтын боламыз. Бір қабатта 4 пәтер орналасқан. Жалпы тұрғын үй кешені бойынша қолданысқа 364 пәтер берілген. Енді 2 бөлмелі пәтерді сіздермен бірге барып тамашалайық, жүріңіздер. Достар, Астана Сәні 2 тұрғын үй кешенінің пәтер ішіне қош келдіңіздер. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, қабырғалар тегістелген, қабырғалардың биіктігі 2,7 метр. Жалпы осы Нұр-Сұлтан қаласының климатын ескере отыра жылыту батареялары орнатылған, яғни сол жағында да, оң жағында да 2 жерде қарастырылған. Қосымша тағы да климатты ескере отыра, мұнда 3 қабатты пластик терезелер орнатылған. Жалпы қазіргі таңда атап өткендей көптеген пәтерлер сатылымда, енді барып үйдің сыртынан көрінісін тамашалайық, жүріңіздер. Достар, тұрғын үй кешеніне жасалған шолу жалпы сіздерге ұнамды болды деген ойдамыз. Сату бөлімі Ахмет Байтұрсынұлы 47 мекен-жайы бойынша орналасқан. Дәл осы үйді тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы 5-10-20, яғни шаңырақ бағдарламасы арқылы алсаңыздар болады. Барлықтарыңызға сәттілік, әр қазақстандық баспаналы болсын.